Түркістандық шаруаларды алаңдатып отырған шегіртке мәселесі үкімет назарында. Қазір барлық тиісті шаралар қолға алынған, зиянкестерден келген шығындар өтеледі. Бұл туралы өңірге арнайы келген ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мәлімдеді. Қазір аймақтағы 5 ауданда шегірткеге қарсы күрес күшейген, 260 мың гектар алқапқа дәрі себілді. Толығырақ өңірдегі әріптесім жалғастырады. Зиянкестер бас аяғы 4 күннің ішінде Байтоға елді мекенінің төңірегіндегі 41 мың гектар жерге жайылып кеткен. Шаруалар таңсәрден қара кешке дейін егістіктерімізді ескі доңғалақтарды өртеу арқылы қорғауға мәжбүр болдық дейді. Осыдан соң арнайы құрылған штаб тарапынан залалсыздандыратын көліктер келіп жерін өңдеп берген. Енді бұны ана жеті жұттың біреуі дейді ғой. Жұт біреуден анадан мынадан көрудің қажеті жоқ. Табиғат апаты мемлекеттің өзі де көмек беріп жатыр. Мынаның бәрі сол кісілердің нәтижесі. Қазір өңірдегі Сарыағаш, Келес, Шардара, Ордабасы аудандары мен Арыс қаласының аумағында шегірткеге қарсы күрес үздіксіз жүргізіліп жатыр. Аймақтарда химиялық сұйықтықты бүркейтін 70 арнайы көлікпен 4 тікұшақ жұмыс атқаруда. Сондай-ақ шегірткемен күреске республика күш жұмылдырып отыр. Керек препараттар барлығы түгел алынды, техникамыз барлығы дайын. Жалпы 2,5 миллион гектарға жұмыс бастала кетті. Бүгін күні 860 мың гектар жұмысын обработкасын жасадық. Әрмен қарай жұмыс жоспар, бекітілген жоспар бойынша жүріп жатыр. Қорқатын ештеңе жоқ, жалпы күш қуатымызды бәрін салып жатырмыз. Бақылауда ұстап тұрмыз. Премьер-министр күнді өзі бақылауда ұстайды. Мен өзім осы жақта жүрмін. Жалпы өңірде шегірткенің көбейіп кеткеніне табиғат жанашырлары алаңдаулы. Мәселен, экобелсенді Қани Назарбек барлық жұмыс біткен соң арнайы комиссия құрылып, атқарылған жұмыстың бағасын беру керек деген пікірде. Енді жалпы табиғатқа әсер етеді. Енді көп зиянкес болған кезде не дейді, биологиялық алуан түрлілік бұзылып тұр ғой, олар шамадан тыс көбейіп, өзінің бір бұл енді неге де байланысты, олардың қанша уақытта осылай көп болғанына. Егер ол ұзақ уақыт алатын болса, өйткені орасан үлкен залал алып келеді. Егер қазір енді көріп тұрмыз ғой, үлкен көлемде жұмыс атқарып жатыр ғой. Осылай жұмыс жасалатын болса, ол табиғатқа меніңше аз зардабын алып келеді. Бұны енді осының бәрі аяқталғаннан кейін бір арнайы бір комиссия сияқты бір жүру керек, бағасын беруге. Шегірткеден зардап шеккен шаруаларға мемлекеттен 2 бағытта көмек берілмек. Бірінші бағыт бойынша шаруаның егістік алқабы сақтандырылуы тиіс. Сонда шығын қайтарылады. Ал сақтандырылмаған жағдайда диқандар жеңілдетілген несие ала алады. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан.